Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге шынайы оқиғалар желісімен түсірілген Ер жүректілердің ісі атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Американың Прескотт қаласында орман өрт сөндіру бөлімінің бастығы Эрикқа тағыда от туралы хабар беріледі. Ол әйелі Амандамен тілдесіп, кейін жолдан өзінің орынбасары Джесси мен әріптестері Макты алып кетеді. Сөйтсе өрт таулы орманда тұтаныпты. Оны тік ұшақпен өшіріп, Эриктің адамдары да бір шетте жанған талдарды кесіп, оттың алдын алуға тырысып бағады. Эрик біраздан бері отты бақылап, оның үйлерге баратынын түсініп, рациямен орталыққа хабарлап, сонда баруын сұрайды. Бірақ оған рұқсат бермей, сіздерге көмекке арнайы жасақ бара жатыр дейді. Келген жасаққа да сонда барғандарыңыз дұрыс болар дегенде, жасақтың басшысы оның сөзін менсінбей, біз бірінші, сендер екіншісіңдер, сол үшін екінші болып біздің артымызда жүріңдер деп кетеді. Сонымен Эриктің айтқаны расталып, от үйлерге жетіп, адамдарды эвакуациялайды. Ал мына жақта Брэндон дейтін жігіт есірткіге құмар, ол досымен бірге масайып жатады. Кейін бұрынғы қызы Натали өзінен 2 қабат болғанын естіп, бала үшін ол да жауапкершілікті алғысы келеді. Бірақ Натали керек еместігін айтады. Жолда бір көлікке ұрлыққа түсіп жатқанда, ар жағында полицейлер оны байқап ұстайды. Эрик Аманданың айтуымен достары әрі орман өртін жоюшылар бастығы Дуэйнмен сөйлесіп, біз кез келген жасақтан да мықтымыз деп, одан арнайы жасақ сертификатын алуға көмектесуін сұрап өтінеді. Сөйтіп Дуэйндер әкіммен сөйлесіп, көнбей отқан оны әйтеуір сөзге тартып, сертификат беруіне көндіреді. Бірақ оны алу үшін аттестация, яғни емтихан тапсырасыңдар деп келіседі. Натали босанып, Брэндонның қызы дүниеге келеді. Содан Эриктер бос орынға адамдар ала бастайды. Вакансия барын естіген Брэндон да қағаздарын көтеріп келеді. Оны анасы түрмеден кепілмен шығарып алыпты. Кездесуде отырып, Эрик оның түріне қарап бірден нашақор екенін түсінеді. Орман өрт сөндіру курстарынан өткен қағаздарын қарап, ұрлық үшін сотталғанын, кепілмен шыққанын естіп, мұнда не үшін келдің деп тігінен сұрайды. Мен көптеген қателіктер жасадым, қызым дүниеге келді. Ол менің басқаша екенімді біліп өссін деп, қызы үшін өзгеруді қалайтынын түсінеміз. Ойланған Эрик жақсы деп оған мүмкіндік беріп, бәрі таулы аймақта жүгіріп, емтиханға дайындалады. Брэндон болса шаршап, құсып, артта қап кетеді. Жететін жерлеріне барып, қайтып жатқанда, шаршап шалдыққан Брэндон енді келе жатады. Барлығы офистерінде демалып отырып, Брэндонды күтеді. Тәлтірек деген жігіт әрең дегенде жетіп, Эрикқа таудың басына дейін барғанын дәлелдеу үшін телефонға суретке түсіпті. Басшы жақсы, дүйсенбі күні сағат 6-да кел деп жұмысқа алады. Дүкеннен қызына керек жарақтарын сатып алып, үйінің алдына қалдырады. Яғни оны Натали әлі қабылдамаған екен. Жігіттер 2 топқа бөлініп жаттығуларын жасайды. Эрик орман өрт сөндіру ережелерінен сұрақтарын қойып, білімдерін тексереді. Ары қарай жаттығуларын жалғастырып, от келе жатыр деп жерді тырмалап, тез оттан қорғану үшін қаптарын киеді. Жігіттер арасында әзілдесіп, көңілдерін көтереді. Сол кезде Эрикке Дуэйн хабарласып, оңтүстікте оттың ошағы табылды, арнайы жасақ шақырылды. Бірақ олардың бастықтары маған қарыздар деп, орындарына Эриктерді жібермекші болады. Бір жағынан сол арқылы аттестациядан өтесіңдер дейді. Соны естіп, қуанған жігіттер көліктеріне отырып, өрт ошағына қарай жол тартады. Сол кезде Мак Брэндонға біз арнайы жасақ болу үшін 4 жылдан бері келеміз. Бізге кедергі жасайтын болсаң, онда сенмен шынмен бір нәрсе болады деп құлақтандырады. Сөйтіп өрт сөндірушілер штабына жетеді. Онда бастық картаны көрсетіп, жиналғандарға сендер мұнда, ал сендер мына жаққа барасыңдар деген секілді өзінің бұйрығын беріп, егер отты тоқтатпасақ, Портал қаласын эвакуация жасауымыз керек деп жиналысты аяқтайды. Эриктер тік ұшаққа отырып, бұйырылған мекендеріне аттанады. Қастарында әлгі арнайы жасақ басшысы Хейс, яғни Дуэйнге қарыздар кісі де болады. Ол Эриктердің жұмысын бақылау үшін бірге ұшады. Бәрі жерді қазып өз жұмыстарына кірісіп, жағдайды бақылайды. Эрик жоғары көтеріліп, от пен қаланың арасы алыс еместігін байқап, жігіттерін жинап, өрт төмен түсіп қалаға келеді. Қарсы от жағып күтіп алсақ, ол ары қарай түспейді деп жоспарын айтқанда, Хейс оның ойымен
Дуэйнмен келіспей, отқа барлық жағдайды жасап жатсың деп екеуі ара сөз шығады. Эриктің шыдамы таусылып, сіз бақылаушы ғанасыз, ары барыңыз деп қуады. Сөйтіп ойларын іске асыру үшін Мак пен Брэндон от жағатын қарумен атып орманды өртейді. Түнде демалып отқанда тау басы шоқтанып өртеніп жатады. Бірақ Эриктердің ойы іске асып, өрттің бетін қайтарады. Осылай ертесіне от өшіп, бірталай ағаштардың, жануарлардың күлге айналғанын көреміз. Офистеріне жетіп, Эрик Хейспен ұрсып қалғаны үшін қобалжып, аттестация нәтижесін күтеді. Кейін Дуэйн келіп, арнайы жасақ мәртебесін алдыңдар деп қуанышты жаңалығымен бөліседі. Қуанып, топтың атауын ойластырып, Эрик сұр болған тауға қарап, гранитті тау деп атын қояды. Брэндон келесі заттарын Наталиге тастап кетіп жатқанда, Натали сәбиін көтеріп, қамқорлығың үшін рахмет деп екеуі әңгімелеседі. Жігіттердің арнайы жасақ болғандарын естіп, Брэндонның ақырындап өзгеріп жатқанын түсінген Натали, ұстап көресің бе деп қызын береді. Көздеріне жас толған Брэндон қызын сүйіп, Наталиден кешірім сұрайды. Содан барлығы отбасыларымен жиналып, арнайы жасақ болғандарын жуып, кеш өткізеді. Осы жерде Брэндон Мактың жалғыз отқанын көріп, не болғанын сұрайды. Сөйтсе, оның қызы көзіне шөп салып, оның үйінен кетіп, енді барар жері болмайды. Сонда Брэндон менде бір бөлме бос деп, оны өзіне шақырады. Мак Брэндонды басынан жақтырмаған еді, енді онымен досқа айнала бастайды. Арадан 9 ай өтіп, Натали қыздарын Брэндонмен бір күнге үйлеріне жібереді. Мак оларды күтіп алады. Түнде қыздың ыстығы көтеріліп, не істерін білмеген екі жігіт сасқалақтап қорқып кетеді. Сонда Мак әріптес достарының әйелі медбике болу керек деп соларға келеді. Қыздың ыстығы түсе бастап, оны шомылдырып отырады. Брэндон қанша нәрсе көрсем де бұлай қатты қорықпаған едім дейді. Кезекті өртке аттанып жұмыстарына кіріседі. Оттың бетін каньонға қарай бұруды көздеп тоқтатуды ойлайды. Сол ойларында іске асырып, от каньоннан бітеді. Бәрі мәз болып, жанып құлаған талдарды тамашалайды. Үйге келген Эрик Аманданың апатқа түскенін біледі. Бірақ әйелі аман қалып, аттың күтімі туралы келген адамдарға өзінің білгендерімен бөлісіп түсіндіреді. Неге айтпадың деп шағымданған күйеуіне, сен өрт сөндіруде болдың, мен сенсіз бар нәрсені істеуді үйрендім, енді сол үшін маған ұрсып жатсың ба деп керісінше өзіне айқайлап кетеді. Брэндон да Наталилермен саябақта кездесіп, уақыттарын өткізіп жатады. Сол кезде Натали арт жағындағы қара түтінді байқайды. Сөйтсе, өздерінің қалаларына қауіп төндіріп тұрған өрт басталыпты. Эрик хабарландыру жасап, тағы басқа да жасақтардың келе жатқанын айтып, оларды ұлттық қазына саналатын талды қорғауға жібереді. Талға жетіп, оттан қорғау үшін айналасын тазалай бастап, кішігірім ағаштарды кесіп, арықтарын қазып, құрылғылармен от шашып өртейді. Яғни келе жатқан алауға қарсы от жағып, оның бетін қайтаруды ойлайды. Сонда жеткен от ары бармай кетеді. Осылай олар талды қорғап қалып, өрт сөніп, жанған жерлер күлге айналады. Барлығы қуанып, бір-бірінің үстіне пирамида секілді тұрып суретке түседі. Сол жақта Брэндонды бір жылан шағып алады. Оны ауруханаға жеткізіп, дәрігерлер керектерін жасап, жағдайын білуге келген Эрикке, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады дейді. Кейіннен Брэндонның жағдайы жақсарып, Мак оған жыланның құйрығын лақтырып, кәдесі 45 минут бойы оны қудық дейді. Сол кезде отбасы көруге кеп, анасы оған газетке шықтыңдар деп суреттерін көрсетіп, сен қызыңа керексің, қауіпсіздеу жұмыс қарастырғаның дұрыс болар дегенді айтады. Сонымен барлығы клубта жиналып, жігіттер атақты болып, шаһар халқы өрт сөндірушілерді қаһарман санап, бәрі көңіл көтереді. Брэндон Эрикті сыртқа шақырып, жұмысқа алып мүмкіндік бергені үшін оған шын жүректен алғыс айтып, енді мен кәдімгі өрт сөндіру мекемесіне ауысқым келеді. Былайша айтқанда одан батасын сұрайды. Кеткісі келгенін естіген Эрик, сен сияқты адамды алып мүмкіндік бергенде сенің алғысың осы ма деп наразыланып, оны жібергісі келмейді. Көңілі түскен Эрик Брэндонның жағдайын Амандаға айтқанда, Аманда дұрыс, ол өз таңдауын жасады. Отбасын таңдап, сен жасай алмаған нәрсені істеді. Ал сен 90%-ға өрт сөндірушісің, 10%-ға ғана менің күйеуімсің. Маған ол жетпейді деп, оған күйеу мен отбасы керектігін айтқанда, сен басынан білдің ғой деп екеуі ашуланып сөзге кеп қалады. Эрик шыдамай көліктен түсіп қалып, Дуэйнге барып, ақыл сұрағандай болады. Дуэйн болса, не нәрсеге мен көне аламын?
өлемін, не нәрсесіз өлемін деп өзіңнен сұра деп ақылын айтады. Осылай ойланған Эрик үйіне кеп Амандаға мен сенікімін деп әйелін таңдағанын түсінеміз. Ертесіне оған қоңырау түсіп, найзағайдан өрт шыққанын естіп, Джессиге хабарласады. Амандаға ондай қатты емес, түске дейін ауыздықтаймыз деп ойлайды. Жігіттер жолға шығып, қара түтіннен жай өрт емес екенін көреді. Эрик осы жерде Джессиге соңғы маусым жұмыс істеймін, сосын кетемін, сен бастық боласың деп құлақтандырады. Сонымен жиналып, штабта басшылық жағдаймен таныстырып, өз нұсқаулықтарын беріп, жақын маңда Иернел қаласы барын естиміз. Эриктер берілген тапсырманы орындауға шығады. Діттеген жерлеріне келіп, кетпендерімен арық қазып, қарсы от жағуға дайындалады. Сол кезде Эрик Брэндонды шақырып алып, кешегі үшін кешірім сұрайды. Мен саған кез келген көмекті беруге дайынмын, тек қайта жаман жолға түсіп кетпе дейді. Брэндон рахметін айтады. Сөйтіп оттарын жағып дайындап жүргенде ұшқыштар білмей олардың жаққандарын сөндіріп жібереді. Сонымен ол жер қайта тұтандыруға жарамсыз болып, жоғарылау төбеге шығамыз деп, Брэндонға аяғын қалай, ана жаққа барып өрттің бағытын, ауа райын бақылауға, яғни бұлттардың жағдайын барлауға жібереді. Ол сонда жетіп, метеорологиялық құрылғысымен айналдырып, ауа райын көріп, Эрикқа 40 градус, ылғалдылық 6% деген секілді білгендерін жеткізеді. Олар болса арықтарын қазып, жұмыстарын жасап жатады. Уақыт өте Брэндон желдің күшейіп жатқанын байқап, Эриктерге хабарлайды. Желмен бірге жалынның күші артып, өзіне қарай жақындағанын көреді. Ол жылдамдатып, ол жақтан кетуге асығады. Өрт оны жан-жақтан қоршап, артынан тез жетіп алады. Эрик өрттің шектен шығып жатқанын түсініп, амал жоқ кері шегінуге бел буып, қауіпсіз аймаққа барады. Брэндон болса түтінге тұншыға бастап отырып қалады. Сол кезде басқа жасақтың адамы Брэндонды рациядан естіп, оны көлікпен алып кетеді. Өз көліктеріне жетіп, ары қарай қашады. Тілсіз жау күшіне мініп, алдындағының бәрін жайпап, алға қарай ұмтылып, қаланың шетіне де барыпты. Үйлердің өртенгендерін, ұшақтардың үлгірмей жатқанын естіген Эрик ранчоны көріп, жігіттеріне сонда барайық, сол жақта жұмыс істейміз, үйлерді өрттен құтқаратын біз ғанамыз деп солай қарай жол тартады. Брэндондар қауіпсіз жерге келіп, ол рация арқылы не болып жатқанын тыңдап отырады. Оттың жайылып, жылдамдығы артып, лезде айналаны басып келеді. Эриктерде ранчоға жақындап қалғанда, ар жағынан алау да олармен бірге жетеді. Ранчоға дейін үлгермейтінін түсінген Эрик, осында лагерь жасаймыз деп жан-жағын қазып, аман қалудың жолын іздейді. От оларды қоршап, қашатын жол жабылады. Рациямен орталыққа хабарлап, оларға ұшақты жібереді. Бірақ ұшқышпен байланыс ұстамай қалып, суын төкпей ұшып өтіп кетеді. Брэндон да естіп, ештеңе істей алмайтындығын біліп, уайымдап шарасыз тақымын қысып отырады. Алаулаған отты көрген Эриктің түрі өзгеріп, үміті үзілгендей болады. Тез паналаңдар деп отқа қарсы қаптарын жамылып, қорқып жатады. Господи, помоги! Так! Все будет хорошо! Конечно! Содан жан-жақтың бәрі күл-талқанға айналып, тік ұшақпен Эриктер жаққа келіп, барлық 19 адамның өлгенін хабарлайды. Рациядан естіген Брэндон жоқ деп өзегі өртеніп, жылап ашуланады. Амандаға да хабар жетіп, ол жан дауысымен шыңғырады. Қаза болғандарды тану үшін туыстарын мектепке жинайды. Әкімдерге біреуі тірі қалыпты деп естідік. Менің күйеуім тірі ма, өлі ма, айтыңыз деп шырылдап жылайды. Брэндон да мектепке келіп, ішке кіргенде туыстарының соңғы үміттері үзіліп, осы тірі қалған екен ғой дегендей бәрі қайта жылай бастайды. Жігіт оларға не айтарын білмей, қарай алмай шығып кетеді. Ол егіліп жылап, мен олармен болуым керек еді, олар менен мықты еді деп көз жасына ерік беріп, тірі қалғанына өзін кінәлайды. Артынан барған Аманда, олай айтушы болма, сенің тірі қалғаныңа қуаныштымын деп оны бауырына басып тыныштандырады. Арадан 3 жыл өтіп, Брэндон қызымен бірге өздері құтқарған талға келеді. Өрт сөндірушілерге арналған ескерткіш ретінде талға суреттер мен түрлі нәрселер ілініпті. Жігіт достарын еске алып, кейін олардың шынайы суреттері көрсетіліп, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.